Қайырлы күн оқырмандар. Қазақ даласының заңдары атты дәрісімізді жүргіземіз. Жалпы қазақ халқында қабылданған ата заңымыздан басқа қазақ тарихындағы халықтың оның ішінде жаңағы құқықтық нормаларға бекітілген арнайы тарихи заңдары болған. Бұл заңдарға осы дәрісімізде тоқталып өтетін болсақ, жалпы көне түркілердің елді мекені Алтай өңірінде біз барлығымыз білеміз, жалпы түркілер мекендеген елді мекен екен. Осы жерлерде қазақ халқының алғашқы заң нормалары ол әдет, түркі тілінде адат деп аталатын арыс бидің шығарған заңдары. Бұл заңдар қалыпты өмірдегі адамдардың құқықтық, моральдық нормалары бекітілген заң үлгісі болды. Одан кейінгі қарастыратын заңымыз ол жасақ деп аталады. Дала өмірінің барлық қыр-сырын реттейтін заңдардың келесі түрін түркі халықтарының басын қосқан Шыңғыс ханның ережелер жинағы айтып өтуімізге болады. Оны яса деп айтады, қазақ тілінде айтатын болсақ, ол жасақ деп аталады. Ол 1206 жылы жарияланған. Әлемді дүр сілкіндірген Шыңғыс ханның жарлығы бойынша және оның басшылығымен жасақты дайындаған Шыңғыс ханның әскери қолбасшысы әрі кеңесшісі болған Майқы би еді. Ол қарапайым әмірдің қағидалары мен заңдарын біріктіріп, білікті, билік пен мемлекеттің сотын, төрелікті, әскери тактика мен стратегияны осылардың барлығын қамтып, жасақ заңдар жинағын жүргізді. Жасақ мемлекетті нығайтуға, соғыс жүргізуге басты назар аударылды. Бұл жерде қатаң тәртіп бірінші кезекке қойылды. Сол себепті өзін-өзі қан деп жариялаған адамдар, әдейі адамды алдаған, 3 рет барынан айырылғандар, қашқын, тұтқын немесе құлды жасырғандар, соғыста жәрдем беруден бас тартқандар, майданнан қашқандар, сатқындық, ұрлық жасаған адамдар, жалған куәлік бергендер және тағы да бір осы заңдардың ішіндегі ерекшесі үлкен адамға құрмет көрсетпеген қылмыстарды ауыр жаза түрі ретінде бекіткен. Яғни бұл Шыңғыс ханның күнделікті өмірдің қағидаларының негізінде құрған заңы көбінде жаңағы адамдардың өмір сүру барысындағы жасалатын әртүрлі қылмыстарға шектеу қою, алдын алу және мысалы көріп тұрсыздар, үлкенді құрметтемеген адамның өзі ауыр жазаға кесілген екен. Осы Шыңғыс ханның жасағынан кейін қазақ жеріндегі ең көп тараған заңдардың бірі ол Қасым ханның қасқа жол деп аталады. 14 ғасырдың аяғында Шыңғыс ханның ұрпақтары Жәнібек пен Керей қазақ хандығын құрады. Осы кезде 1511 жылы биліктің басына Жәнібектің ұлы Қасым келеді. Олар жаңағы ол Қасым хан өзінің қол астындағы халықты белгілі бір заңға сүйену арқылы өзіне бағындыру мақсатында осы бұған дейінгі болған әдет пен білік заңдарының басын біріктіріп заң жобасын жасайды. Бұл заң 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде жер және жесір дауына орай құн төлеу мәселесі қарастырылады. Екіншісінде бұл қылмыс пен жаза өлшемдері көрсетілген. Үшіншісінде әскери тәртіп және қарым-қатынасқа байланысты жаза өлшемдері белгіленген. Төртіншісінде елшілік қарым-қатынас, біз білеміз сол кезде жаңағы жиі болып жатқан жаугершілік мәселелерді елшілік қарым-қатынасты шешу үшін осы заңның 4-ші бөлімі соған арналған. Және 5-ші бөлімі ата дәстүрге арналған. Осы Қасым ханның жасаған заңы Қасым ханның қасқа жолы деген атпен қалған тарихта. Одан кейінгі заңдар жинағының бірі Есім ханның ескі жолы. Мемлекетті нығайту, заң үстемдігін күшейтуде қазақ тарихында ерекше орын алған Есім хан.
Оның билігінің тұсында қазақ хандығының жағдайы айтарлықтай өте күрделі болады. Сырдария өзенінің маңындағы қалаларға иелік ету үшін Бұқара хандығымен болған соғыс ұзаққа созылады. Қоғамда билікке деген сенім, құрмет бәсеңдеп кетеді. Осы кезде жаңағы халықты ортақ мүддеге жұмылдыру, мемлекеттікті нығайту мақсатында Есім хан құқықтық ережені жасайды. Кейін ол тарихта Есім ханның ескі жолы деген атпенен қалады. Көбінде біз жаңағы ата заңда айтқанда конституциямен ғана шектеле береміз. Ал өздеріңіз байқап отырғандай, қазақ халқында жаңағы түркілердің заманында әдет, одан кейін Шыңғыс ханның тұсындағы яса, яғни жасақ заңдар жинағы, Қасым ханның қасқа жолы, одан кейін Есім ханның ескі жолы деп айтамыз. Бұл заңдар жаңағы біздің еліміздегі құқықтық ережелердің болғандығын растайды. Кейін халықтың жаңағы ары қарайғы хандық дәуірде ерекше есте қалатын заңдар жинағы ол Тәуке ханның жеті жарғысы. Тәуке ханның тұсында билер кеңесіне аса маңызды орын берілген. Өйткені Тәуке хан басқа хандарға қарағанда осы заң жобасын жасауда 300-дің басын біріктіруді көздеген. Яғни бір заңдар жинағы тек бір белгілі бір аймаққа ғана емес, бүкіл қазақ халқындағы ортақ құқықтық ережелер болуына назар аударылғандықтан, әр жүздің өкілінен билер шақырылып, солардың әр жүз өкілінен жаңағы болған адамның ұсынысы қабылдану мақсатында ұлы жүз, орта жүз, кіші жүзден Әйтеке би, Төле би, Қаздауысты, Қазбек билерді шақырған. Бұл билер өз заманында тілге шешен, әртүрлі даулы мәселелерді шешуде білімділіктерімен қоса, жаңа көргендіктері, тілге деген шешендіктерінің арқасында күрделі қарапайым адамдардың арасындағы даулы мәселелерді шешуде үлкен рөл атқарған. Жалпы жеті жарғыны бізге этнограф Левшиннің жазбалары арқылы жетеді. Жеті жарғыдағы ең ауыр қылмыстар ол адам қанын төгу, тонау, ұрлық, зорлау, зинақорлық, жақынына үйлену, біреудің әйелін оның келісімсіз алып қашу деген дүниелер. Осы жерде бір басты нәрсеге назар аудара кеткім келеді. Мысалы, Құдайды әшкерелеген адамның осы іс-әрекетін растау үшін ол жаңағы оның қылмыс жасағандығынан ақпарат берген адам 7 куәгер әкеліп, сол арқылы оны дәлелдеу керек екен. Біз қазір айтамыз ғой, қазіргі таңда біздің қоғамда әртүрлі жаңағы бағыттар көп болып жатыр. Қазір мысалы 7 жарғыда жаңағы жақынына үйленуге рұқсат бермеу, зинақорлық деп жатырмыз. Біреудің әйелін келісімінсіз алу, бұл дегеніміз қазіргі біздің қоғамымызда да бұндай мәселелер өте көп. Ал бұл 7 жарғыда осы мәселелер көбірек қарастырылған. Сонымен қоса, мысалы, адам өмірі, яғни адамның құны, егерде ер адам өлетін болса, оның құны 1000 ғой. Ал әйел адам өлетін болса, яғни оның құны 500 ғой. Ал егерде мысалы Ақсүйек сұлтан тұқымынан сұлтан немесе Ақсүйекті өлетін болса, оның құны 7000 ғой. Енді бұл жерде тағы да бір мәселе. Ауыр қылмыстардың қатарына күйеуін өлтірген әйелдер де жатады. Яғни бұл жерде қанша мал менен құнын төлейміз десе де, бұл әйелдің жазасы кешірілмеген. Тек бірақ жағдайда ғана кешірім берілген екен. Ол егерде әйел адамның аяғы ауыр болатын болса, оның өзінде жаңағы өлім жазасынан босатылғанмен ол әйел дүниеден өткенше қарабет аталынған екен. Яғни бұл да бір 7 жарғының ерекшеліктері. Сонымен қазақ заңында жаңағы мал ұрлауға, мал құнын төлеуде
көбінде 3-9-дан тұратын айып төленген. Яғни ол да жаңағы өтемақысы болады деген. Көбінде жаңағы 7 жарғының негізгі басты көтерген қарастырған мәселелері ол жер мәселесі. Өйткені бұл жерде жаңағы өзіміз білеміз, көшпелі өмір сүргеннен кейін халқымызда жаңағы мал шаруашылығында дамыту үшін жер мәселесі үлкен зор мәселе болып туындаған. Өйткені жердің жетіспеуі, яғни белгілі біреудің жерін тартып алу, немесе оның жеріне оның рұқсатынсыз жаңағы мал бағу, бұның барлығы жаңағы күнделікті өмірге байланысты болғандықтан, халықтың күнделікті қажеттілігіне байланысты осы 7 жарғыда 3 бидің басын біріктіру арқылы негізі қаланған. Осы 7 жарғының құқықтық ережелі дала заңы ретінде бұлжытпас орындалған. Осы 7 жарғыдан кейінгі тағы да бір заңдардың ерекшелігі бұл Абайдың Қарамола ережесі деп айтамыз. Қазіргі таңда өткен жылда Абайдың 175 жылдығын тойласақ, биыл біз Абайдың 176 жылдығын тойлап отырмыз. Республикамызда 10 тамыз Абай күні деп аталды. Бірақ көбінде халық жаңағы Абайдың үлкен ереже жасағанын, ол ереженің аты Қарамола ереже деп аталғандығын біле бермейді. 1885 жылы мамыр айында өзіміздің Шығыс Қазақстан облысының Шар өзенінің бойында орта жүз руларының бас қосқан үлкен жиыны өтеді. Бұл жиынға 5 дуаннан дүйім жұрт келеді. Бұл арада жаңағы үлкен мәселелер қозғалады. Осы жерде бір айта кететін дүние, бұл жиынға Абайды Семейден шыққан құрметті қазақ ретінде осы жиынға қатысуға шақырады. Бұл Қарамола деген жәрмеңке өтетін жерде болады. Осы жәрмеңкеде Шершенбай съезі болады. Абайды жаңағы құрметті қазақ ретінде шақырған, осы жердегі талқыланатын ережелерді сөз қылады. Осы арада бір қызық дерек Абай журналында шыққан. Осы жаңағы съезге Абай келген кезде съезге қатысқан жандаралдардың бірі Абайға тіл тигізеді. Сен партияшыл, ел бүлдіргіш, Құнанбаев сенбісің дегенде, Абай айтқан екен, менмін деп. Неге партия құру үшін келдің ба, деп партиядан қалдың ба дегенде, жалғыз мен партия қылмаймын, дүние түгел партия, жанды, жансыз мақұлықтың барлығы да алыс тартыспен тіршілік етеді. Дүниедегі тіршілік күрес, партия тіршілігі әуелі өзіңіз де партияны не қыласыз деген екен. Мына сөзден кейін тұрып қалған жандарал қайтадан айтады, сені неге ел жамандайды дейді. Сонда Абай айтқан екен, ел көп, мен жалғызбын. Көп әрқашан тентек, бұзық, көппен алысқан жалғыз жаманатты болып тұрмайды. Қай қауымды алсаңыз да жақсысы көп емес пе? Жаманы да көп болады, бірақ көп екен деп жаманның сөзін мақұлдау керек пе деген екен. Осы сөздерден кейін жандарал Абайды өзі тіккен үйге ертіп апарып, ұзақ уақыт әңгімелескен екен. Осы съезден кейін Абай 74 баптан тұратын ереже жазады. Ол ережені жазғанда 3 күн 3 түн отырады. Осы ережені Қарамола ережесі деп айтқан екен. Бұл жерде жаңағы ел басқару мәселесі, қылмыстық мәселелер, құн төлеу, жазаны өтеу мәселелер қарастырылған. Бұл Абай атамыздың Қарамола ережесі Татарстанда сақталған. Оның осы ереженің бір бөлігі, яғни бір баспаға жазылған күйінде Абайдың қолымен жазылған ереже қазіргі таңда біздің Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің сирек кітаптар қорында сақтаулы тұр. Бұл Абайдың төбе болып осы Қарамола ережесін жазу туралы біздің университетіміздің ректоры Мұхтар Әділбекұлы
үлкен монография жазды. Осы монографияда жаңағы Қарамолай ережесінің шығу тарихы, ол қалай жазылды, осы туралы оқып білулеріңізге болады. Жалпы Қарамолай ережесі түп нұсқасы осы уақытқа дейін сақталған және біздің заманымызға жеткен. Яғни Абайдың өзі де тек қана ақындық немесе философиялық көзқарас емес, сонымен қоса заңгерлік істерімен де таныла бастады. Осы Қарамолай ережесі 1885 жылы жазылған. Бұл дала қазақтарының құқықтық нормалары бойынша ереженің бір түрі деуге болады. Жалпы заң ережелері ол қай халықта да болмасын өзінің жаңағы тарихи кезеңдерінен өтеді. Біздің де еліміздің конституцияларында бірнеше тарихи кезеңдері бар. Жалпы конституция дегеніміз латын тілінен қазақшаға аударғанда мекеме, бекітілім дегенді білдіреді. Мемлекеттің негізгі заңы ретінде конституция ол адамдардың өмір сүруінің, бейбіт өмір сүруінің, білім алуының, денсаулығының сақтауының, демалуының, тағы да басқа өмірдегі қажеттіліктерінің қорғанысының негізгі кепілі бола алады. Қазақстанның кеңестік тарихында 3 конституция қабылданған. Ол 1926 жылы, 1937 жыл және 1978 жылы. Бұл конституция Қазақ Советтік Социалистік Республикасының конституциясы ретінде құрылған. Мысалы, 26 жылғы конституцияны 1925 жылы 18 ақпанда жаңағы Кеңес одағының конституциясының есебіменен қабылданады да және бекітіледі. Ал 1937 жылғы 26 наурыздағы конституция 11 бөлімнен 125 баптан тұрды. Осы конституцияны түзетулер 1978 жылы енгізіліп, ол 10 тараудан 19 бөлімнен 173 баптан тұрады. Ал енді кеңес өкіметі ыдырағаннан кейін тәуелсіз мемлекеттің өзінің конституциясы қажет болды. Осы алғашқы тәуелсіз Қазақстанның конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 12 шақырылымында кеңесінің 9 сессиясында 4 бөлімнен 21 тараудан 131 баптан тұратын конституция негізі қабылданды. Бұл конституция алғашқы тәуелсіз республиканың негізгі ата заңының бірі болды. Әрине, оның әлі де болсын кеңестік ықпалы болды және оның кеңестік саясаттың да біраз жаңа ықпалы болғаны анық. Бірақ 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда біздің еліміздің ата заңы қабылданады. Бұл күнді біз қазіргі таңда үлкен мереке ретінде қабылдаймыз. Осы конституциясының негізінде Қазақстан халқы өзінің тәуелсіз тарихында ата заңына сүйеніп бейбіт өмір сүруде. Жалпы осы конституцияның негізінде біздің мемлекеттік басқару құрылымдары, біздің еліміздің жаңағы азаматтық құқықтары осы ата заңымыздың негізінде қалыптасып жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда біз осы 30 тамыз күні әрқашан өзіміздің мемлекетіміздің ата заңын күн мерекелеп отырамыз. Осы заңның негізінде басқару билігі, адамдардың құқықтарының қорғалуы, әлеуметтік мәселелердің бәрі осы ата заңымыздың негізінде жүзеге асады. Осылайша біз сіздерменен Қазақстан тарихындағы заңдар жинағымен танысып өттік. Яғни сонау түркілер заманынан келе жатқан әдет, жасақ, жеті жарғы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, бұлардың барлығында да біздің жеріміздегі халықтың өмір сүру барысындағы өздерінің құқығын қорғау,
бейбіт өмір сүрудің негізін кепілі болатын заңдар жинағымен таныстық. Сөзімді аяқтай келе сіздерді 30 тамыз күні ата заңымыздың мерекесімен құттықтаймын. Қазақ халқында жақсы мәтел бар: заңға бағынған құл болмайды деген. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақ береке тілеймін. Бейбіт өміріміздің кепілі болып отырған ата заңымыз біздің халқымыздың бақ қуатты өмір сүруіне негіз бола бермек. Тағы да бір мәрте мерекелеріңізбен.